Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тыныс алу мүшелерінің аурулары. Жалпы тыныс алу, тыныс шығару бұның алмасуы орталық жүйке жүйесіне байланысты деп айтқам. Орталық жүйке жүйесіне не жатады? Ми жатады, дұрыс айтады. Соның ішінде тыныс алу мүшесі мидың қай бөлімі, орталығы қай бөлімде дейміз? Дұрыс айтады, саумақша мида орналасқан дейміз. Енді бүгінгі тақырыпқа оралатын болсақ, тыныс алу мүшелерінің қандай ауруларын білесіздер? Қазіргі кезде кең тараған. Кім айтады? Тұмау, дұрыс айтады. Тұмау. Тағы да қандай аурулар бар? Демікпе. Астма. Одан кейін тағы қандай аурулар бар? Бронхо бар, дұрыс айтады. Келесі. Кім айтады? Мына қатардан кән? Туберкулез, дұрыс айтады. Туберкулез. Тыныс жол ауруларының осындай. Одан басқа тағы да өкпе несі бар екен? Обыры дейміз. Немесе өкпені ісік ауру дейміз. Обыры. Өкпе, обыры деген осындай аурулар бар екен. Міне осы аурулар біздің тыныс жолымыздың аурулары. Осының ішінде ең кең тараған түрі тұмау дедік. Кәдімгі кім айтады? Тұмау қалай ауырамыз? Бәріміз де ауырып көрдік, балалар? Осы тұрған. Кім айтады? Тұмау қалай басталады? Бастың айналуы. Айталар дейді. Бас айналып, бас ыстық, дененің ыстық, қызу көтеріліп, тамаққа тәбет болмай, мөрім бітеліп, тамақтың ауруы. Тағы да кім айтады? Кім тағы болып тұрады? Айталар. Бір есек туанып, бір есек ыстықтан жүреді. Ол сондай қызуды көтеріп. Тағы да тамаққа деген тәбетіміз қандай болады, балалар? Тамаққа тәбетім болмайды. Иісті ше, балалар? Сеземіз ба? Иіс сезуімізде нашарлайды. Тамақтың анандай иісін, немесе тілің арқылы тамақтың дәмін сезбей қаламыз. Бұл тұмау осындай дейміз. Ал енді мынандай естігендер бар ма? Демікпе. Ол қандай? ауа жетпей қиналып. Дұрыс айтады, өзінің атында айтып тұр, адамға ауа жетпей, екі иығынан бүйтіп дем алу осындай басталады дейміз. Бұл да жаңа тыныс жолының жаңағы, яғни біз дұрыс мынау емделмегендіктен тұмау біртін-біртін біресе бронхо болады, одан бар демікпе болады, одан кейде туберкулезге айналып кетуі мүмкін. Бронхо дейміз мұны. Бронхо дегеніміз өкпенің жаңағы өкпеге баратын бронхо, яғни кеңірдектен бронхо талшықтарына суық тию дейді. Адамның кеуде тұсына не істейді? Осы жерлердің жөтелсеңде қандай болады? Жөтелген кезде қандай болады? Ашып, тырнап кетуі осы бронхоға байланысты дейміз. Туберкулез деген естігендерің бар ма? Ол қандай ауру? Жөтелу, тағы да қандай белгісі бар, балалар? Оны жаңағы қызудың көтерілуі, жөтелген кезде адам жөтелгенде қақырығында ненің араласуы? Қан араласады. Туберкулездің мінекей адамның қатты жүдеуі, міне осы туберкулез ең жаңағы тыныс жолының асқынған түрі дейміз. Міне осы айтып жатқан бүгінгі мына осы өздерің атаған мінекей тыныс алу мүшелері ауруларының бәрі, яғни қазіргі кезде біз бұның жаңағы неден ауырамыз? Яғни дұрыс тамақтана білмеу, немесе тазалық дұрыс сақтамауымыз, немесе қоршаған ортаның әсерінен біз түрлі осындай тыныс жолы ауруларын менен ауырамыз. Мен соның ішінде мінекей қазіргі кездегі осы әсіресе ең қауіпті дейміз ғой, жалпы аурудың жақсы жоқ. Соның ішінде мына демікпе ауруына бүгін мен сендерге жаттығу жасауды үйретемін. Алдыменен демікпе ауруы деген жаңа өздерің айтқандай екі иығынан көтеріп, ауа жетпей қатты қиналып қалатын жағдай болады. Демікпе ұстаған кезде дәрігерге дейінгі алғашқы көмекті сендерге көрсетемін. Әр адам өзі, әрбір осы отырған адам білуіміз керек. Ол үшін сендер мынаны жауап беріңдер. Қазақ тілден дауысты, дауыссыз дыбыстарды өтеміз. Атаңдаршы, дауысты дыбыстарда не жатады? О деп жатасыңдар, қарап отырсаңдар. Тағы да қандай дауысты дыбыстарды? Дауысты дыбыстарды. Ал дауысты дыбыстарды таңдаршы балалар.
бірінші мынандай дауыссыз мінекей дыбыстар қоямыз. Содан кейін мінекей қазір үйретемін қалай бастауды. Дауысты дыбысты үйренеміз қазір білмейді. Одан кейін келесі бұл екі дауысты мен дауыссызды қосу арқылы жаңағы жаттығу жасаймыз. Жаттығу жасамас бұрын алдымен былай орындарыңызда тұрасыздар. Екі қолды төмен түсіреміз. Басымызды сәл төмен былай қазір ана тақтадағы дауыссыз дауыстарды көріп аламыздар. Сол кезде соны айтқан кезде басты төмен қойып тұрып айтамыз. Айтқан кезде былай өкпеге алдыменен ауа жинап аламыз, демді ішке толтырып аламыз. Айтқан кезде әнетіп созып айтамыз, сол кезде өкпедегі ауаның бәрін сыртқа не істеп жіберуіміз керек? Шығарып жіберуіміз керек. Міне. Бірінші дауыссыздан бастаймыз. Міне уақытты 5-7 секунд жазып қойдым. Бірінші мінекей былай міне. Мұрнымызбен ауаны толтырамыз. Енді ұстап тұрасыңдар да. Созып айтыңыз, шықты ма өкпедегі толтырып. Қайтадан ауаны толтырамыз. Келесі мінекей. Одан кейін келесі. Міне демалып аламыз, кішкене. Қарап отырсаңдар, өкпедегі ауаны сыртқа толық шығарып жібересіңдер. Қайтадан енді келесі дауыс тәртіпке көшіреміз. Тағы да мұрнымызбенен өкпедегі ауаны толтырып аламыз. Не боласыңдар ма? Созып айтамыз, әндер. Одан кейін. Келесі. Дейміз. Осы екі дауыстымызды ұзақтығы әрқайсысы 5-7 минут айтамыз. Одан кейін келесі енді жаттығу күрделенеді. Енді қандай? Дауыссыз дыбысты дауысты дыбыспен не істейміз аяғын? Жалғастырамыз. Жалғастырғанда бұны да әндетіп айтамыз. Бұлай тағы да өкпені ауаға толтырып алайық. Деп отырсыздар. Толық ішіндегі дем сыртқа шығып кеткенше мына бір байқаңдаршы, келесі. Тағы да өкпені толтырып аламыз ауаға, сөйтемізді. Келесі. Енді сәл үзіліс жасап аламыз да, екі тәріптен жылдам айтамыз. Бұл кезде біздің көмекейдегі тілдерді жұмыс етуге. Қараңдар, тағы да ауаны жұтып алдыңдар. Тілдері қимылдайды ма? Қимылдайды. Келесі міне. Ауа жұтып тұрыңдар. Келесі. Орындарыңыз отыра қойыңыздар. Мінекей, осы жаттығу кез келген адам ауа жетпей баратқанда осы әріптерді пайдалану арқылы біздің дәрігерге дейінгі өзіне не көрсету? Көмек көрсету. Мысалы, дәрігер алыс жерде тұрған кезде жетем дегенше бізде не істеп қалуымыз мүмкін? Ауа жетпей қалуы мүмкін. Міне бүгінгі балалар осы біз тыныш жолының осындай жаттығулар жасап жатырмыз. Бірнеше бүгін қандай бірнеше тыныш жолының ауруларымен таныстық. Енді осы аурулардан біз қашанда сақ жүру үшін ең бірінші сендерге мынандай күтіну шараларын айтамын. Бірінші, витаминді тамақтар ішу, құнарлы жаңағындай ақуызға, немесе нәруызға, майларға, углеводтарға бай тамақтар ішу, яғни бұлардың бәрі органикалық заттарға жатады. Одан басқа бейорганикалық су, тұз дейді, орныменен осындай құнарлы тамақтар ішуіміз керек. Екінші, таза ауада көбірек серуендеуіміз керек екен. Үшіншіден, былайша айтқанда тазалық сақтау. Әрбір, мысалы, әркім тұмау болған үйде бір адам тұмау жатқан жағдайда, ол адамда не істеу керек? Яғни
жаңағы оның түшкірген жерде немесе оның ішкен ыдыстан жаңағы түрлі ауруларды жұқтырмас үшін тазалық, яғни үйді хлорлау, үйді желдетіп тұру, өздерінің жаңағы өздеріңді таза ұстап, мінекей біз мына маска тағып отырмыз ғой, осындай нелерді сақтау арқылы ауадан осындай түрлі аурулардан сақтануымыз керек.